Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Алдымен видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгін сіздермен молочная девочка тортының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл оригинал рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Алдымен жұмыртқамызды алып, бір ыдысқа жарып алып, үстінен шым-шым тұз қосып, миксермен жақсылап көпіртіп аламыз. Сосын сгущенка, яғни қойылтылған сүтімізді қосамыз, тағы да миксерлеп аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды және қамыр қопсытқышты салып, бір келкі масса дайындаймыз. Ол қамырды жақсылап формамызды қойып алып, осылай пергамент қағазына жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша 6-7 корж шығаруларыңызға болады. 180 градуста тегістеп пісіріп аламыз. Күшті болып көтеріліп шығады, өте нәзік корждар шығатын болады. 24 немесе 22 диаметр формада жасасаңыздар биік торт шығады. Кремін дайындаймыз. 35% сливкиге сахарный пудра немесе қантты салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Және де оған творожный сыр қосып, тағы да жақсылап миксерлеп, осындай қою крем жасап аламыз. Формамызды қойып, корждарымызды салып, кремді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Осылай крем жағып, сосын корждарымызды қойып, осындай кольцода жинаймын, сонда сіздерде бір тегіс торт шығатын болады. Барлық коржға крем жағып болғасын, бетін пищевой пленкамен орап, 8 сағат тоңазытқышқа салып алыңыздар. Сол кезде біз сыртына крем жаққан кезде сырты жарылып, сіздерде кемшіліктер пайда болмайды. Кольцоны шешіп, крем жағып тегістейміз. Сәнде өз қалауларыңызша мен сияқты бетіне шоколад құйып сәндесеңіздер де болады. Немесе сыртын жай өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Осындай өте дәмді торт шығады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.